Екі саусақты тірек етіп жерден серпілу жаттығуын жасай аласыз ба? 73 жастағы жамбылдық Баймұхамбет Жұмаділов 70 рет жасайды екен. Онысымен қоймай, күн сайын 3 шақырым жүгіретіні тағы бар. Қылшылдаған жас жігіттердің көп істемейтін жаттығуды ермек еткен атаны қария деуге ауыз бармайды. Ең қызығы, ерекше спорт жаттығуларын 70 жасында орындай бастағаны. Бәріне немересі себеп болыпты. Ол спортшылар жасайтын жаттығулардың видеосын көрсеткен. Оны атасы қайталап көреді. Содан бері құлшынысы артқан. Спорт деген жасқа байланысты емес екен. Любой уақытта бастап, любой уақытта спортпен айланысып, ары қарай түрлі нәрселер істеп жасауға болады. Спорттың арқасында жақсымын. Көп ауыру дегенді білмейміз. Шаршағанды білмеймін, бұлай көп. Мұның бәрін аз десе керек, Баймұхамбет ата қолына ұстаған шегені тірек етіп, жерден серпілуге кірісіпті. Пышақтың қырын ұстап жаттығатыны тіпті таңғалдырады. Ал сіз спортпен шұғылдануға кеш қалдым деп әлі күмәнданып жүрсіз бе?